Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз зерт көрмесін ал ендеше бастадым. 24 жастағы келіншек бірден 5 баланы босанды. Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында тұратын 24 жастағы қытайлық әйел 5 егізді дүниеге келді. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Әйел бір күнде бір ұл және де 4 қыздың анасы атанды. People's Daily газетінің мәліметі бойынша табиғи жолменен 5 егізді дүниеге әкелу мүмкіндігі 60 миллионнан бірге тең. Егіз ағайынды менен егіз апал-сіңлінің үйлену тойы желіні жарды. Екі жақта да бір-бір жұптан егіз ағалары бар. Сәбилер жүктіліктің 28-ші аптасында дүниеге келген. Біріншісі 990 грамм салмақтағы ұл, одан кейінгісі 1020 грамм, 970 грамм, 1030 грамм және де 170 грамм салмақтағы қыздар дүниеге келді. Жаңа туған нәрестелер Абгар шкаласы бойынша 10 балдан 6 балды алды. Денсаулық қанағаттандырылады деп саналды. 5 егіз қазір неонатологиялық бөлімде дәрігердің бақылауында. Өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.